Несиелік амнистия болмайды. Жалған оппозиционер Жанболат Мамай халықты тағы да алдап соқты. Оның несиелік амнистия болады мыс деп жарияға жар салып жүргені жай далбаса болып шықты. Шынтуайтында биліктің жемдеуіндегі одан ешкімде басқа нәрсе күткен жоқ. Оның өтірігінің салдарынан қаржылық реттеу агенттігіне жұртшылықтан 18 мың өтініш түскен. Олар өз несиелерін кешіріп жібереді деп үміттенген көрінеді. Мамай үкімет барлық несиені есептен шығару туралы шешім қабылдады мыс деген видео таратып, халықты әуре сарсаңға салып қойды. Мамай көрсеткен қағаздың қандай да бір күші бар шығар деп ойлаған халық бірнеше күн бойы қаржылық реттеу агенттігіне лап қойды. Әйтсе де, оның мәлімдемесі бойынша арнайы Астанадан келген бірнеше белсенді Мамайға бетпе-бет кездесіп, мән-жайды түсіндіріп беру туралы талап қойды. Мәселенің сыңайын сезе қойған ол ашулы елдермен кездеспей, өзінің орнына жақтасы Достияров пен оның серіктесін жіберді. Әншейінде халықшыл болып жүрген саясаткердің сол халықпен кездесуден тайсақтауы нағыз парадокс болды. Олар еркектер болса бір сәрі. Онымен кездеспек болғандар негізінен көп балалы және жалғыз басты аналар болатын. Айла шарғысының іске аспағанын сезген Мамай аналардың сөзін сатылып кеттіңдер деп кінәлап, оларға бар бәлені үйіп төкті. Алайда ол бұл жолы нағыз белсенділермен бетпе-бет келгенін ескермеді. Олардың арасында елордада алған бетіне қайтпайтын турашылдығы мен адалдылығымен белгілі болған Бота Шынықұлова да бар еді. Бота оның бұлталақтауына жол бермей Мамайдың шынайы бет бейнесін ашып берді. Вышел бы, да и объяснил бы женщинам, что произошло. Ты что там, испугался, что ли, мамочек, 5 женщин? Ты в первую очередь мужчина, чтобы они с тобой сделали? Тебе что несет-то? Успокойся, я уже не могу. Ты чужие заслуги на себя не вешай. Эту программу, которую ты всем по ушам там залил, на всю страну, в ТикТок везде залил, да и начал качать, что якобы списывают кредит. Ты прекрасно понимал, откуда и что это, кто эту программу писал. Все такие же простые ипотечники. Самая первая начала на Канагат Такеева. И все это знают прекрасно. Ты что людей в заблуждение вводишь? Ең сорақысы КДП жетекшілерінің сөзіне сеніп қалған адамдар Алматыға келу үшін соңғы ақшаларына билет сатып алған. Мамай қанша жерден ақталуға тырысып бақса да, таланған иттей болды. Ал енді ең қызығына келсек, әдетте әлдекім осындай көлемде қоғамды дүрбелеңге салған кезде билік дереу мұндай қауесет таратуды ұйымдастырған адамды тауып, қатаң жазалайтын еді ғой. Алайда Мамай бұл жолы да оңай құтылды. Оны бар болғаны полицияға жауап алуға шақырды да іс сонымен тәмам болды. Байбекке қарсы сотта да солай болды. Мұны тіпті комедия дерсің. Мамайдың жала жапқаны үшін алған бар жазасы жүргізуші куәлігінен айыру ғана. Енді өздеріңіз ойлап көріңіздерші, кім нақты биліктің жобасы, ал кім белсенді? Неке, саясаткермін дейді Жанболат Мамай. Ешқандай саяси тақырып жоқ. Міне Бота Шынықұлова қарапайым ана қазақтың нақты баға беріп тұр. Ешқандай несі жоқ, программасы, жоспары, хайп, соттасып, Байбекпен, он соттатып жаңағы решение прав дейді. Дүние жүзінде ондай жаза жоқ праваны тартып алуға. Клоун. Бұл жерде қыздарды алдап жатыр. 15-ші жылы шыққан қағаздарды көтеріп, анау Шулер сияқты, Шарик Малик сияқты айналдырып, өкінішке орай біздің халық заңдарды білмейді. Соны алдап солап, неге біз жеңдік деп беті бұлшытпей сүйінші сұрап жатыр қазақтан.